Aha. Бұны мыңға бөлеміз, өткен мың қаралымға төледі ғой, бөлеміз мыңға, бұлай тің-тің-тің бөлдік. Сонымен 100 мыңды санаймыз. Осыны қазір 400 теңгеден санаймыз ғой, көбейтеміз. Среднем 300 теңге дейік. 30 миллион теңге. Жақсы. Адам өзі жұмыс істеп, достарымен студияда нағыз адам. Осында адамдар елімізде көп болсын. Өз еңбегімен жаңағы 30 миллион теңге YouTube-тан алып келді. Ол тек қана қазақстандықтар емес, Башкирия болсын, Германия, Ресейде барлық жерде тыңдап жатыр. Ресейде өте көп тыңдалып жатыр. Сондықтан да мен айтайын деген, егерде адам мысалға осындай 10 трек шығарса, ол 300 миллион теңге. Мен ойымша айтылу керек. Неге мысалға Marvel басқа кинолардың ақшалары айтылады? Мысалы Marvel, Аватар 3 миллиард ақша тапты. Мынандай кинода ол не үшін? Жалпы индустрияны қыздыру керек. Жалпы адамдар өнер арқылы талантымен ақша табам деген не бір үміт беру керек та, осындай болады екен деп. Қазір енді эстрадаға келіп отырмыз. Бір тректен, бірақ тректен 30 миллион теңге түсіп жатса, 10 тректен 300 миллион түседі. Жабылып ән жазамыз да бүкіл Қазақстанда. Егер YouTube оны басқа елде Ердоған төлемейді, оны біреу төлемейді. Оны Цукерберг төлейді да, төлемейтін ақша